163 есеп. 64x 38 көбейтілген x минус y 216 көбейтілген xyz өрнектерінің мәні екі санына бөлінетінін дәлелдеңдер. Бұл есеп С тобында берілгенмен, бұл есеп өте оңай шығарылады. Өздерің білетіндей, 64x дегеніміз бұл 64 көбейтілген x деген сөз. Бұл жердегі x деген кез келген сан деген сөз. Сондықтан бұл x-ның орнына қандай сан қойсақ та, бұның жауабы 2-ге бөлінетінін дәлелдеңдер. Біз x-ның қандай сан екенін білмейміз, бірақ 64-ке қарап біз тұжырым жасай аламыз. 64 дегеніміз не бұл? Жұп сан. Ал жұп сандар 2-ге бөлінеді. 64 дегеніміз 32 көбейтілген 2 көбейтілген x қалады. Міне біздер 64-ті 32 көбейтілген 2 деп жаздық. Ал көбейтудің бөлінгіштік қасиеті туралы не өттік біздер? Егер көбейткіштердің біреуі берілген бөлгішке бөлінетін болса, онда біздің жауабымыз да сол санға бөлінеді дедік. Ал мына жерде біздер нақты көріп тұрық, мына жерде 2 деген сан берілген екен. Бізге 2-ге бөлу керек. Сондықтан 32 көбейтілген 2 көбейтілген x 2-ге бөлінеді, және оның жауабы 2-ге бөлген кезде 32 x болады. Келесісін қарайық. 38 көбейтілген x азайтылған y. Бұл деген x пен y-дың орнына қандай сандарды қоятын болсақ та, осы 38 көбейтілген x азайту y 2-ге бөлінеді деген сөз. Ал 38 дегеніміз бұл жұп сан, тағы да солай бөліп жазып көрейік. 38 дегеніміз 19 көбейтілген 2 көбейтілген x азайтылған y-мызды ұмытпаймыз. Тағы да бұдан қарай отырып, мына жерде 2 болғандықтан, ал 2 2-ге бөлінетін болғандықтан, біздер толық санымыз 2-ге бөлінеді деп айта аламыз. 216 көбейтілген x көбейтілген y көбейтілген z 2-ге бөлінетінін қалай дәлелдейміз? Дәл жаңағыдай, мына 216-ның соңғы саны 6 қой. 6 2-ге бөлінеді. Сондықтан бұл 216 деген жұп сан деген сөз. Сондықтан 216 2-ге бөлінеді деген сөз. Ал көбейткіштердің ең болмаса біреуі 2-ге бөлінетін болса, толық санымыз да 2-ге бөлінеді. Сондықтан бұл санымыз да 2-ге бөлінеді екен. Және бұның жауабы 216-ны 2-ге бөлгенде қанша болады? Бұл 108 көбейтілген 2 деген сөз. Көбейтілген x, y, z. Сондықтан мына жерде 2 тағы да болғандықтан бізде бұл да бөлінеді, және жауабымыз 108 x, y, z болады.